Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге мейіздің пайдасы туралы айтатын боламын. Яғни мейіз бен бауырды қалай тазалаймыз. Бауыр ағзадағы тазалаушы құрал, әсіресе тамырымызда ағатын қанды тазалайды. Бірақ біздің жағымсыз әрекетіміз, салауатты өмір салтын сақтамағанымыз, көп көлемді дәрі қабылдағанымыз бауырға зиянын тигізеді. Салдарынан бауыр улы затқа толып жұмысы нашарлайды. Ол үшін не істейміз? Мейіз тұнбасын жасаймыз. Бізге керегі 400 мг су мен 150 г мейіз. Алдымен мейізді тазалап жуасыз, ыдысқа қажетті суды құйып, отқа қойыңыз. Қайнап шыққан соң мейізді салып 20 минуттай баяу отта қайнатасыз. Белгілеген уақыттан соң отты өшіріп, ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз. Таңертең тұнбаны сүзіп алып, аздап жылтып ішесіз. Ескеріңіз, емдік қасиеті мол тұнбаны таңертең аш қарынға ішу керек. Сосын 30-35 минуттан кейін таңғы асқа отырасыз. Осылайша үзбей 4 күн жүргізесіз, дегенмен екінші күн-ақ керемет нәтижесін көресіз. Тұнбаны мейлінше түнде дайындағаныңыз дұрыс. Мейіз тұнбасының денсаулыққа ешқандай зияны жоқ, тіпті бір айда бір апта бойы ішсеңіз де болады. Бірақ ем кезінде майлы қышқыл мен алкогольді ішімдікті шектеу керек. Жүзімнің құрамында глюкоза болады. Глюкоза ол қан көбейтеді. Егер сіздің қаныңыз азайып кетсе, міндетті түрде мейізді таңғы асқа жуып қойып жеп жүріңіз. Мен берген ақпарат сізге ұнаса, каналым одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, төменге пікіріңізді қалдырып кетіңіз. Және де менің каналымда бұдан да басқа дәмді рецептер бар, тамақтар бар. Кіріп көріңіздер.